Бәріңе сәлем достар, менің атым Сабина, және де бүгінгі видеода мен түсіндім, что Қазақстанда қар жаумайтын қалалар, ол Ақтау, Форт Шевченко, ауылдарынан Баутино и Аташ. Осы қалаларда, ауылдарда қар мүлдем жаумайды. Әсіресе қыста. Күзде де күн жалпы жылы болып тұрады, бірақ кейде жаңбыр да жауады, ал қыста вообще күн жып-жылы болып тұрады. Сондықтан бізде күн бүгін жып-жылы. Бізде бүгін 4 декабрь, ал бізде күн жып-жылы. Айтсам сенбейсіз. Және де достар, осы видеоны сіздер үшін жіберем. Мен ютубқа өйткені сіздерге көрсеткім келеді, қандай бізде күн жылы екен. Сондықтан көріңіздер. Достар, міне мен осылай киініп алдым. Конечно, шапка киемін, өйткені адам шапка кию керек, бірақ тек жазда емес. Жазда адам бейсболка киюге болады. Қазір ұшқан деп жатырмын. Егер сіздер білетін болсаңыздар, жоқ білмейсіздер, мен бүгін тек далаға мүлдем шыққан жоқпын. Қазір енді шығамын. Дәл шығатын уақытта анам есікті ашып қалды. Ал енді біз күнді көтеруге кеттік. Далада тіпті өте жылы погода, көзімді аша алмай тұрмын. Өте көңілді болды. Бізде бүгін воскресенье, жексенбі. Анама біреу соғып жатыр, қазір апарам. Қайттың сол ағай соғып жатыр. Қойылып қалды, бірақ қазір мама өзі соғат шығар. Мам, жана көз соғып жатыр ғой. Болды, апарып бердім. Ал енді мен үйге кіретін шығармын, сондықтан осы видео сіздерге ұнаса. Лайк басамыз, менің каналыма тіркелеміз, және де комментарийға сіздің қалаларыңызда қар бар ма, соны жазамыз. Пока.